Сәлем жандарым, менің атым Злиха, және де осы каналда мен бұрын соңды өзімнің жасап көрмеген тамақтар, десерттер. Сәлем жандарым, менің атым Злиха, және де осы каналда мен бұрын соңды дайындап көрмеген тамақтар, десерттерді дайындап мен өзім эксперимент. Тамақтарды, десерттерді да эксперимент жасаймын. Енді бұл жолы менің дайындап көретін нәрсем қазіргі таңда ең хайповый, ең трендте болып жатқан дубайский шоколад, ребятушки. Мен магазин аралап жүргім келген жоқ, мына заттардың бәрін біртіндеп жинағым келген жоқ, потому что бұл заттарды енді біртіндеп жинау үшін енді мен лучше осындай целый бокс заказ берейін деп шештім. Бұның бағасы 6800 теңге, в общем доставкасын қосқанда 8000 теңге шықты. Енді қазір ашып, ішін жақсылап тұрып көрейік, бірге. Ал енді аш көрейік. Кеттік алын. Вау, ух ты, а что тут у нас? Так, бізде бұл жерде осындай молочный шоколад 200 грамм, кадаиф тестосы, так, фисташковая паста. Қайда? Вау, дәмі қандай екен? Вау, чего? Стрёмный какой-то. В общем, ладно. Фисташковая паста. Так, лопатка. Негізі бұндай лопатка менің өзімде де бар. Формочка для шоколада. Вот. Осындай формочка жасалады. И рецепт. Ага. Ладно, понятно. Ең алдымен бізге осы шоколадты алып ерту қажет. Оны ерткенде де микроволновкада ертеді екенсің. Жаңа көрдім рецептен. Бірінші мына жартысын алып осыны ертеміз. Ол ергеннен кейін тағы да саламыз, тағы да ертеміз. Одан кейін тағы да саламыз, тағы да ертеміз. Сөйтіп микроволновкада әрқайсысын 10 секундтан ертетін боламыз. А если 10 секундтан дейді асып кетсе, мына шоколад күйіп кетеді екен, ребятушки. Маған осындай үлкен кесе керек. Біртіндеп емес, осының бәрін алып ерте салайықшы. Кеттік. Бисмилля. Мынау точно мысықтардың қорымы сияқты. Мына шақырсындыр, шынағырсындыр. Жеп көрейін ба? Күшті, прям дәмі күшті. Просто кайф. Мынандай шоколадтың ше. Чемпериді бұндай шоколадтың дәмі өте күштіген. Просто мынаны алып, бүйтіп жатып, бүйтіп жеп жатсаң тоже кайф, короче. Шал енді күйіп кетпейтіндей қылып ертеміз. Бисмилля, бисмилля, давай, не подведи меня. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Ойбай, ермегенде оны. Еріп атқан жоқ қой мына. Еріп атыр екен, ойбай, еріп атыр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Міне бізде қазір осындай масса, осыны алып тағы да ертеміз. Шоколадты бірінші рет ертіп тұрмын менше негізі. Так, ребятушки мои, вау, смотрите, вау, күшті, прям міне. Вау. Кадаифті алып и фисташка екеуін қосып араластырамыз. Одан кейін формочкаға саламыз и все. Одан кейін 1 сағат морозильникке. И біздің дубайский шоколад уже дайын болады. Осы неге дейін да ешкім әлі ше осына тестаны алып жеп көрген жоқ. Әлі давайте просто жеп көрейікші. Біздің өзінің дәмі қалай екен ше. Еще дәм жоқ екен. Қатып қалған малмыр ғой. Сол сияқты, короче. Так, кадаифтің бәрін жерге саламыз. Фисташковая паста. Енді, кстати, қыздар, мына фисташковая пастаның же, мынаның дәмі бар емес па ше? Мынаның дәмі вообще, мынаның дәмі бір түрлі. Сол кәдімгі ненің фисташканың же дәмі шығады, в общем. Бисмилля. Давай. Енді осыны жақсылап бүйтіп, мен мынаны походу көп салып жүрдім аудио, мынаны же. Мынандай вот кадаифті мен көп салып жүріппін, қыздарики, не істейміз, потому что ана фисташка маған жетпей қалды. Ана фисташка немесе маған жетпей қалды, поэтому чуть-чуть бүйтіп алып тастай салайық. Араластырамыз, жақсылап араластырамыз.
начинкасы неге бізде уже дайын. Сондай болады екен. Мне кажется, ана фисташковый паста өте аз сияқты, видите, потому что жетпей қалды міне. В общем, ребята, енді ондайды ютубқа салуға болмайтын шығар. Могут заблокировать просто мое видео, да. Жаңа анау нені киндерді алып, мен алып микроволновкаға салған ғой, и салған кезде мына микроволновка так кетті да. Оказывается, ондай шоколадтың сыртында походу фольга болған, сол фольга мынаның ішінде жарылды, пақ деген дауыс шықты. Хорошо, я успела мынаны бүйтіп алып тастап ше. Міне өртеніп кетіпті, қараңдар. Міне өртеніп кетіпті. Видите? Мынаны мен салған ғой жаңа микроволновкаға, жынды, мен қайдан білейін. Видите, міне өртенген кәдімгідей, видите, сырты. Оказывается, мынандай фольганы микроволновкаға салуға болмайды екен, салмаңдар ешқашан. Хорошо? Міне бүйтіп жағамыз. Так, келесі біз мына біздің начинкамызды осы жерге жібереміз. Начинкасы аз менде, девочки мои, что делать? Начинкасы аз болып қалған ғой. Ал енді осы начинканың бетін жабамыз и холодильникке. Енді бұны осыны морозильникке апарып қоямыз и 1 сағаттан кейін жолығамыз, иә? Все, давайте 1 сағаттан кейін жолығамыз. A few moments later. Ал енді вау, опа. Сындырып алмау керекпіз. Смотрите, кәдімгі шоколад істегенсің ғой. Ой. Мына жері еріп жатыр. Маған қараңдар, еріп жатыр кәдімгідей. Жеп көрейік шал. Бісміллә. Мұздай ғой. Мұздай ғой. Неге бәрі осыны жеген кезде ше прям дейді. Странный какой-то вкус. Туранда не бар ғой, вафли сияқты. Кішкентай кезімізде ше рожки. Ана бір бар ғой, андай арзан шоколадтар ше, базардағы ше. Мынандай іштерінде мынандай там бір нәрселері бар. Сондай шоколадтар бар ғой, тура сол мынаның дәмі. Қараңдар. Ана қолым бәрі еріп, мына шоколад ериді екен, оказывается. В общем, вот так вот, в общем. В общем, істемей ақ қойыңдар, қараңдар, мынандай болады, мына қолдарыңда еріп, қолдарың бәрі шоколад болды, короче. Шерандарым, сол бүгінге осы мына каналға подписаться етуді, еще комментарий жазған жандарға мен барлығына жауап қайтаруға тырысамын. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де подписаться етіңіздер. Алда жаңадан өте қызықты, күшті эксперименттер, неше түрлі тамақтарды дайындап көретін боламыз, иә? Сондықтан да все, бүгінге всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.